жүрек пен жомарттықты, мейір мен байсалдықты бір бойына сіңіріп өскен, тауқыметтің жүгін мойымай көтерген асыл ана ол Бибігүл Иманғазина. Бүгінде халқының ардақты да аяулы қызына айналған Бибігүл Иманғазинаның халық игілігі жолындағы еткен еңбектері орасан зор. Туған еліне, жеріне, адамзатқа есеп-қисапсыз жақсылық жасау үлкен бақыт дейді автор. Салиқалы қыз осындай бір жағымсыз оқиғаға ұшырап бүкіл өмірін былайша айтқанда сол қиындықты шешуге, қиындықпен күресуге өткізіп келе жатқан керемет күшті жігерлі ана. Істеп кеткен ісі, әрекеті бір романға, бір трилогияға сыйғызып жазған тағдыры бәріміздің көз алдымыздан қазір өтіп шықты. Біздің кішкентай сәбилеріміз, балаларымыз, соларды қайтсем, ел қатарына қоссақ, осыған бір қамқорлық ерекше болса деген мақсатпен ол кісінің бармаған жері, жазбаған жері, аттамаған босағасы жоқ екен. Кітабында көрсетілген жаңағы мүмкіндігі шектеулі балаларды, аналарды, сол кісілердің мүмкіндігі шектеулі жандарды, аналарды қолдауының арқасында бұл кітап мотивация деп айтсам болады. Бибананы сыртынан білемін, еңбегін оқыған жоқпын, бірақ істеп жүрген іс-шаралардың өзінің барлығы халыққа қажет, халыққа керек, халық сұрап отырған осындай істердің барлығы қарап отырсаңыз, қандай батырлық десеңізші. Өзінің денсаулығына, өзінің мүгедектігіне қарамай, ер азаматтардың орнына қарап жатудың өзі. Жанарынан, жанынан шуақтанған, әрбір сөзі көкте күн сияқтанған, өзі зәру болса да қамқорлыққа, сүрінгенге сүйеніш, қуат болған. Мүмкіндігі шектеулі қыз болса да, мүмкіндігі шектеусіз ерден артық. Баяғының сияқты биданасы, ардақтаған бір жан бар, күл алашы, ол біртуар қаламгер, һәм қайраткер, қайырымды қазақтың бибанасы.